Hey білмесем достар, мен сайын достар, бүгінгі видеода бізде мен достар бір-екі күн мен достар үшін бір-екі күн видео салмай кеткен болатын. Енді бізде бір-екі күннің өзінде ауылда біраз нәрсе салынып өзгерген болатын достар. Так достар, бізде ауылда үшін біраз нәрсе өзгерген болатын. Мен оны сіздерге видеоға айтып кеткен жоқпын. Енді бүгін бізде өзім ауылыма үшін не өзгерген жайлы сондай жайлы обзор түсірейін деп сондай идея келді үшін. Апсе басқа сіздерге түсіретін видео идея болмай кетті. Сіздер де достар комментария жазып кетіңіздер. Бүгін бізде үшін ауылда не өзгерді, мен келгеннен соның үшін істейтін боламыз. Соған үшін обзор. Бізде мен келгеннен үшін бізде мынадай жол салынды, машина жүре алатын, қалаға баратын жол достар бұл. Так, бізде салынатын жол өзгерді. Тағда мына менің скенім шықты, YouTube хаус салдық. Мынандай магазин салдым. Айтпақшы достар, мен сіздерге өзімнің салған заттарымды көрсетіп кетейін. Мына үшін кішігірім ғана магазин, мен бұл жерге заттар алып келемін да. Осы жерге зат үшін не қылып қоямын. Магазин кішігірім ғана достар. Мұны біз енді өздеріңіз білесіздер, мен алдыңғы бір видеода салғанмын, өзімнің гигантским салдым деген. Бұл осыны салған видеоны сіздер сол мен өзімнің гигантским салдым деген видеодан көре аласыздар достар. Тағы бізде не өзгерді? Так, бізде кузницадан ешнәрсе өзгермеген болатын, бірақ көрсетіп кете салайын. Мен өзім айтпақшы жаңа ноутбук алған болатынмын. Қараңыздар, үшін ойын ойнап, бәрін істеуге болады. Шықпай салайық. Так, мен камера алып қойдым айтпақшы, тағы ғана білесіздер ме? Мен лунатик болып кеткен едім ол. Соған енді тағы бір нәрсе болып қалса, соны дәлелдеуге істедім. Айтпақшы достар, бізде мына үйдің менің көршімді бар ғой. Прикинь, соны ауылдан қуып жіберіпті. Чё там? Сен видео түсіріп жатсың ба қазір? Я мен қазір видео түсіріп жатырмын. Видео түсіріп жатсың ба? Бәрге саламатсыздар, қалайсыздар? Саянды подписчиктері. Тіркеп лайк басып подписаться етіңдер Саянға. Өте керемет видеолар түсіреді. Мен де көріп оның видеоларын. Саян сен күшті видеолар түсіресің ғой. Мен сен кәдімгідей подписчигім ғой, білесің ба? Серьезно ма? Жақсы онда? Онда давай мен кеттім. Давай мен де кеттім. Мен қазір өзімде видео түсіріп жатырмын. Қандай? В общем, ауылға обзор деген. Керемет видеолар. Мен сен комментария қастым болса не жазып кетем? Бір комментария. Идея мысалы видеоға. Жарайды. Жазып кет осы видеоның астына. Мен бұны бүгін или ертең салатын шығармын. Жарайды, сәттілік онда. Ал достар, в общем, Саяндың аккаунтына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, подписация етіңіздер, комментария жазып кетіңіздер достар. Тағы да достар, бізде Саяндың аккаунтында 15 подписчик болған еді, бірақ бір подписчик алып өзінің отписка алып тастапты да. Тіркеліп кетіңдер барлығы, оны тез енді 20 подписчикке жеткізіңдер. Сосын тағы 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 миллионға, миллионға, 100 мыңға көпке жетіп байып кетіңдер. Байып кеткенде общем күшті ютубер болып жүре берсін. Рахмет. Так достар, общем бізде ана жетел маған күшті нәрсе айтып кетті общем. Так, енді бізде не өзгерді, соны түсіріп кетейін. Так, мәрді бізде ешнәрсе өзгермеді. Бізде ауылдың жителерінің магазин ашылған болатын достар, айтпақшы. Так, магазиннің ішінде бізде не бар? Так, магазинге кірейік. Магазинде, чё там жител? Айтпақшы, сен магазинді сататын неге тұрдың ғой, мен тұрдым. Уже біраз күн болды ғой, не болды, енді көріп жатсыңдар ма? Жоқ, просто видео түсіріп жатқам ғой, компьютерімді ашып қойдым ба? Видео түсіріп жатсың ба сен? Онда бәрге сәлем достар. Сізбен болған мен үшін жител. Так, біздің ауылдан сен, үшін біздің ауылдан компьютер аласың, тамақтар, заттар аласың, артықта тұрады. Ман, аяқтан күшті заттар тұр ғой, компьютер тұр дейсің ба? Мынандай, үшін әдем көрінеді екен ғой, әдем көрінеді дегенсі. Так, мана бізде нерде банкомат ашылған, мандай ақша беретін. Так, қазір бұны көреміз, менде әзірге ақша өзімде бар.
Ешкінің сундуғымда. Мә, пицца бар екен. Өзі сондай сатпайды дейме, бір штук. Суши, қарбыз, алма, печенье, нан, мәсі, андай емес па? Ана тұрғын жетелін андай ойыншық сундук, микроволновка, шахмат. Так, сурет салатын. Мынандай бар менде? Так, мен таяғы бар екен. Так, компьютерлер бар екен, оны өді еще. Жетел не ғой? Мына компьютерлеріңді бар ғой? Бір қосып көруіме бола ма? Қосып көре берге болады, қосып көре бер. Бірақ бұзып албасаң болды тек. Жарайды. Так, мен алатын болсам қарасынан алам ба, ағынан алайын ба? Қарасы негізі әдем көрінеді екен, қарасын қосып көрейікші. Мәне күшті оны. Мұнан кейін өзіме алым керек құтағыда. Бұдан да әдемелер бар негізі қалада. Жаңа өшім достар, осындай керемет магазин ашылыпты достар. Жетелден деген. Жетелдің белгісі бар еще. Қатып жатыр мен енді бір ашшы негізі. Так, кеттіктер вташнасы өзгермеген. Ал достар, сіздің легендарный YouTube хаус достар үшін бізде YouTube хаус өзгерген болатын. Екінші этаж, үшінші этаж салынды достар. Қазір енді бізде YouTube хаусқа обзор болады. Так біздің мынандай гравиймен осындай жер салып қойған болатын, жетелде жоқ толып. Таңға отқан осындай салып қойдым. Так, мына жерге біреу қойып қоя салу керекші. Так, бізде YouTube қосын кіреберісінен достар обзор. Үйдің сырты бізде осындай кіретін жері әдемі қып қойған үшін. Дески өзіме жаман қаттанады үшін YouTube қауысымша. Кеттік ана төбесіне реттеу керкен. Бізде мына жерден уже сразу аяқ киім сүртетін. Аяғыңды сүртесінде кірген кезде YouTube хаус іші кайф өшім. Нәйді достар, бізде андай сабақ оқисың да, кітап оқисың, но бізде парақтар солана. Тест мен школьник болған қазір. Содағы заттар олдың. Тест сондай парақтар. Ал мына жақта бізде уже, мына жерде достар, бізде андай кухня болады. Бізде айтпақшы свет жанат. Нәйде свет қып болғанбыз. Кайфына мусор. Мусордың ішіне. Мусорный ящик. Нам қараңызға үшін светті үстіме жүріп қоя аласың. Жанат, өшет. Светтің бәрін бекер жағым. Оя, светке көп ақша келеді енді. Так, бүйдіп жоқ қой. Өшет тастай салайға бізсе светке көп ақша келеді еші. Неқтің светі ғай амина ғой. Так, достар, бізде мына жерде айтпақшы киімілесің. Так, ажақтықында қазір мүше солайын. Нәде бізде сол кухня, мусорный ящик. Мынау бізде осылай төбеге заттар қояды. Мынау бумага, типа қолың жуып сіп, оны кейін сүртесің. Мынау бізде кофе. Адамдай су, мақтар. Мынау бізде тамақ, нан. Мынау біз алып қойық. Так, мынау бізде мен үшін. Агуч өзіме бутерброд істейм деп ана істеп қойған емше. Тұра берсін. Мына кофе ғой үшін. Кофе, кофе бұлда. Бір нәрсе істейін жатқам. Бізде болса пышақ достар. Мұна бізде немене бар екен білмеймін. Бір нәрсе. Мұна бізде үшін микроволновка. Мұна бізде холодильник достар. Ішіне заттар сап қоя аласың. Бана суши, тамақтар. Ал мына жақта бізде уже тамақ шайтын орын. Так, бізде мұнақта кондер бар, мынандай не фонарик үшін қандай өтіп тұратын неқта бізде осындай кондерлар, 3 кондер қатарынан жарам андай не қылмайсың да ше. Химиятыр демейсің, не қапрамай кеп тұрады. Мысалында да тез алғанда да тұрады. Күннің ыстығында мысалы. Неқта бізде осындай фото, мұнақта бізде үшін ондай телевизор қосып қоюыңа болады, көруіңе футбол.
Так bizde video. Bizde осындай үшін жетелдеген заты бар, фотосы. Мынаяқта бізде сол кітап оқиды, глобус тағады, то есть. Мынаяқта бізде сол бағана отырасың, отырып аласың да. Телевизорды быжық, башақ, общем, шығарып көріп отыра бересің. Ал бізде мына жерде туалетке кіресің. Үшін светін өзің жағасың, былай жағуыңа болады, саққа көрсетуіңе болады. Мына үшін жағады. Нәрде үшін өзің жұмысыңды істейсің да, қолыңды былай жуып аласың, осылай көшесің да, қолыңды тряпкаға сүртіп аласың да. Мынаяқта спортқа сыпырасың, өзің білесің да. Мында не болып қалса, шамам қалса, мына жерде кішігірім ғана душ. Так сөйтушінің ба? Мына жерде бізде уже андай не, так нәрсе сөйтуші салайыншы. Мына жерде жаңа жылға үшін кішігірім подарок. Жаңа жылда достарыма или шетелдерге бере салам. Нерде бізде баспалдақ, мінесің баспалдаққа, мына жерде бізде уже осындай бөлмелер шығады достар. Мына бөлме бізде, мына жерде тағы туалет, нерде жұмыс істейсің. Нерде типа астыңғы этаж, мынау үстіңгі этажынікі. Нерде қолыңда жуып аласың, істейсің үшін. Ал мына жерде бізде мына бөлме бос. Бұл жерге мен достарымды или біреу шақырамын. Так. Мына жерде бізде қазір достар сіздерге легендарный өзімнің комнатамды көрсетемін, бірақ бұл жерде емес. Мына жерде бізде кәдімгі сол, бұл жерге де біз досым шақырып берейік. Інімді ма, біреудің бөлмесін салатын боламыз. Мына жерде бізде де бөлме саламыз. Мына жерге де біз сол бір бөлме саламыз. Достар, мен үшін тек өзімнің бөлмемді астыңғы этажда істедім. Соны өзіне әрең істедім достар үшін. 2 күн кетіп қалды. Ал мына жерде бізде бағанағыдай дәл сол андай свет жағуына болады. Ал бізде керемет комната. Мына достар, қараңыздар, өте керемет шыққан комната, өзіме қатты ұнады. Так, бізде мына кіреберіс жерде осындай вентилятор дегенде кондер осындай. Мынау бізде кәдімгі сол бағанағы свет, бұл жол бізде ұзан. Себебі сонда жарығандай көбірек жағылады да. Так, мына жерде мен сіздерге видеоға үшін идея құрастырам. Не түсірсем болады, осы жерде құрастырам. Мен арасында достар, сіздер білмейсіздер, мен сурет салам, суретке қызығамын, сондықтан арасында нерге сурет салып қоятыным бар. Ол бізде календар, бағанағыдай фотолар, а мынау менің сіздерге видео түсіретін, монтаждайтын жерім. Мына жерге отырып аламын да. Монтажда отырамын, жанатын қарасаңыздар, мишкасын, клавиатурасын. Кейін ойын ойнағым келіп жатса, Майнкрафтқа кіремін, Майнкрафттың ішінде Майнкрафт ойнайсың, Free Fire ойнайсың. Тағы да өшіріп қоя саласың. Нерде достар, менде кітап, бұл сабақтың кітабы үшін. Сабақ берген соны орындауға тырысқан үшін. Енді мен школьникпін тағы да. Так, енді бізде мына жерде әшейін ішің пысып досыңмен отырып, шашки сондай бір нәрсе ойнайсың, шахмат. Достар, бұл үйде тек менен басқа ешкім тұрмайды әзірге. Сондықтан үйдің документі менде болады. Мынау бізде кішігірім андай не болады? Әдемілік береді, типа. Мынау музыка айтатын да бар достар менің арасында. Бірақ арасында кейде музыка айтатын деп интернеттен көріп алып істегенде өзіме өзім қуып айтатыным бар. Мынау үшін менің не десем болады? Ол үшін мен суреттен екінші орын алғаным деп қойсаң, мына бізде кәдімгідей мұсын. Мына жерде бізде мен жататын спальням, жатып аласың, телевизор көріп жатасың. Мына жерде бізде осындай үлкен свет. Мына жерде бізде кондер. Достар, кондер қосылады, кондердің ауа шығып жатқанын қарасаңыздар, көріп тұрсыздар ма? Қараңыздар. Қалай достар? Оған ма? Кайф қону деген. Үшті ма? Үшті брат алам не қарады да, салқын зато нормально. Мына бізде осындай тумочка.
Сондай мына жақта бізде менің киім кешек тұратын қалай айтуға болады гардеробым. Мына шкаф біздің мына жақта да тоже свет, бірақ бұл бізде сыртынан жағылады. Так, достар, бізде бұл светін өшірдім бе? Так, достар, менде үшін бізде видео осындай болды. Мен өзімнің комнатама и астыдағы и ауылға обзор жасаған болатынмын бұл видеода. Достар, сіздерге видео ұнаса лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Так, мына жерге мен гараж салу керек. Айтпақшы, мен машинамда бар ғой. Соғып алым уже ше, мә. Алдыңғы бампер жағын. Енді қалаға жіберуге, мен қалаға жібергенде қалаға апара салдым. Кейін алып келем, жөндеуге ұзақ уақыт кетеді деді. Әзірге мен үшін енді достар видеоны аяқтайын да. Осы видео монтаждап ютубқа салайын ал. Достар, мына келетін тазалау керек. Достар, менде үшін 2-3 күн видео шықпаған болатын, кешірім сұраймын, сондықтан мен енді собағына школьникпін, менде қолым босамай жатыр достар, сабақ оқумен достар, менің вообще қолым босамай жатыр видео түсіруге сіздерге. Так, достар, үшін мен бүгін видеоны аяқтайтын боламын. Сіздермен болған мен Сайникс. Барлықтарыңызға давайте!